Ретаргетинг жарнама жасаудағы ең қуатты құралдардың бірі. Facebook пен Instagramның жалпы жарнамалық қуатын көрсететін ең керемет құрал болып саналады. Ретаргетинг дегеніміз ол қайтадан таргетинг жасау деген мағынаны білдіреді. Яғни ре деген қайтадан, таргетинг деген көздеу деген мағынаны білдіреді. Бұл дегеніміз былай түсіндіруімізге болады. Сіздің жарнамаңызды бір рет адам көрсе, Facebook соны көрген адамды жаттап қала алады. Өзінің жарнама кабинетінің ішінде арнайы құралдар бар. Сол құралдардың арқасында бір рет жарнамаңызды көрген адамды жаттап қала алады және сол адамға сіз керісінше жарнама көрсете аласыз. Одан бөлек, егер сайтыңыз бар болатын болса, сіздің сайтыңызға Facebook жарнамаңыз арқылы кірген адамдардың барлығын Facebook сіз үшін жаттап тұра алады. Тіпті сіздің сайтыңыздың ішіндегі әр бетіне кірген адамдарға дейін жаттай алады. Кейін сіз оған сол арнайы сілтемелерді қолдану арқылы кері жарнама көрсете аласыз. Одан бөлек, сізде Facebookте және Instagramда өзіңіздің парақшаларыңыз бар. Сол парақшаға кірген, лайк қойған, коммент жазған және сол парақшаңыздағы посттарыңызбен бөліскен адамдардың барлығын белгілі бір аудиторияға жинап, керісінше жарнама көрсетуге болады. Егерде видео жарнама жасаған болсаңыз, сол видеоны көрген адамдарға ретаргетинг жасауыңызға болады. Бұның барлығы не үшін керек? Бұның барлығы сіздің жарнамаңызды көрген адамдар, яғни бұлардың барлығы жылы аудитория деп саналады. Сіздің брендіңізбен бір рет болса да ұшырасқан адамдар, яғни сізді көрген адамдар, келесі рет көрген кезде сіздің жарнамаңызды таниды. Бұл ретаргетингтің конверсиясы өте жоғары болады. Ретаргетингті жасау арқылы сіз өз конверсияңызды жоғарылата аласыз және тапсырыстарыңызды сапалы ете аласыз. Ретаргетингтің бірнеше түрлері бар. Келесі видеоларда әрқайсысына